Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай жасалатын, бар болғаны 5 минут уақытыңызды алатын табада осында пицца пісіреміз. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп қойсаңыздар. Ең алдымен тестасын дайындаймыз. Жұмыртқа, майонез, қаймақ керек. Ал салмасына өздеріңіз қалауларынша қоссаңыздар болады. Менде бұл жерде помидор, колбаса және де сыр. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды қосып, 2 ас қасық қаймағымызды саламыз. Бұл жерде менде пицца, тек бір ғана пицца жасап жатырмын. Егер 2-3 пицца жасайтын болсаңыздар, осының құрамын 2 есе үлкейтесіздер. Оның үстіне 2 ас қасық майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Бұған тұз қосудың қажеті жоқ. Одан кейін 4 ас қасық ұнымызды қосып, тағы да бір массаға жеткенше араластырамыз. Мінекей осындай масса болып шығады. Қою қаймақтың массасындай, дәл осындай масса болып шығады. Одан кейін ішіндегі қосатын салмасын алдын ала тура барлығын дайындап қоямыз. Менде бұл жерде колбаса, помидор және де сыр. Салмасына өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Сырды теркамыздың ең майда тісінен өткізіп аламыз. Сырды қаншалықты көп қоссаңыздар, соншалықты сіздердің пиццаларыңыз дәмді болып шығады. Алдымен қызып тұрған табамызға, міндетті түрде табамыз қызып тұру керек, кішкене сұйық май жағып, одан кейін тестамызды осылай жақсылап жайып, жайғастырып аласыздар. Барынша барлық жеріне біркелкі қылып, осылай дөңгелек пішіндес қылып жайып алыңыздар. Одан кейін үстіне кетчупымызды, одан кейін салмасын қосамыз. Осы орайда табамыз орташа отта болуы керек. Міне көріп тұрсыздар ма, видеода уже біздің тестамыз пісіп жатыр. Одан кейін салмасын саламыз. Барлық салмасын салып болғаннан кейін міндетті түрде бетін жауып пісіресіздер. Сол кезде ортасы жақсы пісетін болады. Сырымыз саламыз. Осындай дәмдеуіш қостым. Орегано деп аталады. Бұны қосуы да міндетті емес. Егер қоссаңыздар, тағы да дәмдірек болып шығады. Осы орайда бетін жауып, асты өте баяу отта 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Менде 10 минутта пісіп шықты. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Ортасы піспей қалады деп ойламайсыздар. Балаларыңызға тез дайындап жіберсеңіздер, балаларыңыз таласып тұрып жеп қояды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым. Каналыма тіркеліп, қазақша YouTube каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Алдын ала рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.